Қайырлы күн, құрметті оқырман, сіздермен бірге сіз білесіз бе Айдар. Нәзік жандылар, нәзік болмыс иелері, нәзік жыныстылар. Саясат тақтасындағы нәзік жыныстылардың ішіндегі жұмбақ һәм өте ықпалды жан. Бұлайға ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен сайлау және партиялар туралы заңдарға өзгеріс енгізіліп, партиялық тізімдерге нәзік болмыс иелері деген сияқты мәтін кездесіп қалды. Бұлар орыс тілінен калька тәсілмен аудару арқылы орныққан стильдік қате, жасанды қолданыстар. Бұлар орыс тіліндегі нижний пол, слабый пол деген сияқты сөздерді бейнелі атаудан қазақшаға тікелей аудару арқылы пайда болған жасанды тіркестері. Қазақ ежелден ақ сөз дұрыстығымен қатар сыпайылыққа, әдептілікке ерекше мән берген халық. Ата-бабаларымыз жыныс сияқты сөздерді тікелей айтпай, оны басқа сөзбен алмастыруға тырысқан. Біз де сөз саптаудың осындай жазылмаған заңын, сөз мәдениеті талаптарын барынша сақтағанымыз жөн. Мұндай жасанды бейнелі атау сөйлемге әр беріп тілді байытып тұрған жоқ. Сондықтан да тіліміздегі арулар, бой жеткендер, қыз келіншек, әйелдер деген байырғы сөздерімізді қолданған әлдеқайда ұтымды және жарасымды.